Сәлеметсіздер. Бұл сабағымызда біз коронавирус 2020 деген сайттағы ресми ақпараттарды қалай алу турасында айтамыз. Өйткені кейбір сайт жасаған достарымыз осы ақпараттарды, ресми ақпараттарды өзінің сайтына қойғысы келеді екен. Бірақ бұл сайтта бұны алатын API жазбапты. Енді біз осыны қалай жазамыз, соны істеп көрейік. Онда алдыменен бір проект құралық. Содан кейін бұл арада біз алдымен console app талдап, бұл арада ескеріңіз, біздікі .NET Core. Біз осы арқылы біз алдымен мысалымызды істеп алуымыз керек. Одан кейін барып нақтылы проектке қоса саламыз. Өйткені бұнда біршама оңай болады. Міне проектімізді құрып алдық. Енді қарайтын болсақ, біз бұны алу үшін қандай жағдайлар керек дегенде, біз бірінші осы сайттың HTML кодын түсіріп алуымыз керек. Осы HTML кодын түсіріп аламыз. Енді HTML кодын қалай түсіреміз дегенде, алдыменен мына арада бір әдіс жазайын. Public string, содан кейін get HTML. Бұған бір сайттың URL келу керек сырттан. Одан кейін барып, біз статик деп жазуымыз керек. Себебі біздің main әдісі де статик, сондықтан біз main әдісінің ішінде істету үшін сөзсіз статик болу керек. Бұны жазып алғаннан кейін біз HTTP клиент деген бір системаны берген классы бар. Біз соны пайдалануымыз керек. Алтқа интерді бассаңыз, мынады шығады, сосын қосып аламыз. Яғни using system.net HTTP деген аттар кеңістігін қосуымыз керек. Енді қосып алғаннан кейін client new HTTP клиент осылай шақырамыз. Шақырғаннан кейін біз клиенттің ішінде get async деген бір әдіс бар. Біз осыған осы URL-ді берсек болды. Бірақ бұл бізге қайтаратыны бұл async. Бұны біз мынаның ішіне task болу керек. Бірінші task болу керек. Task string болу керек. Одан кейін бұл async болу керек. Айтпесем, мынау қателік шығады. Содан кейін бар using var дей салайық response. Осылай жазуымыз керек. Мынау енді неге қателік шығып тұр деген, мына таскты танымай тұр. Онда тасктың үстін талдап, мынаны жазсақ та болады, болмаса алтқа интерді бассаңыз да болады. Енді біз осылай жазып алдық. Жазып алғаннан кейін бұл бір респонс қайтарады. Респонс деген білесіздер, мына сервердің қайтарған. Енді барып біз респонстың ішінде негізі контент деген болу керек. Бұл шықпай тұр. Себебі біз мынаны нәтижесін тосуымыз керек. Сондықтан біз өйтіп жазып барып контент деп жазуымыз керек. Жазғаннан кейін бұда да ұқсас using ішіне келеді. Одан var content. Біз осылай аяқтастырамыз керек. Енді барып біз return десек болады. Content осының ішінде read as string. Деу керек. Деуіміз керек. Содан кейін барып бұны да біз await деп тосуымыз керек. Тосу деген осының нәтижесін тосып отыр. Енді біз көрек string HTML. Неге тең дегенде get HTML бұл URL. Енді URL дегеніміз біздің мына сайттың жалғанымы. Енді бұны жазып алғаннан кейін бұл бізге қайтаратыны task. Сондықтан мына артына result деп жазсақ та болады. Я болмаса мына жерге task string task деп жазып барып task result десеңіз де болады. Жалпы осының нәтижесін алу керек. Содан кейін барып біз осы HTML-ді
осы араға көрсетуіміз керек. Міне, біз көріп отырғандай жаңағы сайттың ішіндегі барлық HTML-ді алдық. Енді бұны алып алғаннан кейін не істейміз дегенде, біз тағы бір сырттай бір көмекші library түсірейік. Онда мына project үстін талдағаннан кейін manage NuGet package осының ішіне кіргеннен кейін мынада browser деген бар, осыған HTML сосын AG деп жазсақ шығады. Міне осы library істетуіміз керек. Бізде мынау енді біз қазір істетіп отырғанымыз .NET Core, сондықтан біз астыңғысын қолдануымыз керек. Енді мынау бұрынғы .NET Framework-та істейді. Мынаның астыңғысы бұл жаңағы .NET Core-да істейді. .NET Core-ны біз айтқанбыз, ол Linux-та да, Mac-OS-да да бірдей істей береді деп. Сондықтан біз бұдан кейін барлығында осы .NET Core-ны қолданамыз. Және де мына түсіріп алдық. Орнатқаннан кейін біз осыны using HTML деп жазып алуымыз керек. Мынаны ол аттар кеңістігін қолдануымыз керек. Енді барып біз мынаға бір әдіс жазалық. Static get info делік. Одан кейін get infoның ішінде осыған да ұқсас URL келсін. URL келгеннен кейін мынау static қазірше void деп тұралық. URL келгеннен кейін біз бірінші басқышта string HTML деп біз get HTML деп жаңағы сайттың ішіндегі HTML-ді алып алуымыз керек. Сосын артына result есілік. HTML-ді алып алдық. Одан кейін HTML document деген класс бар. Ол мына жаңағы HTML ugly type деген осы аттар кеңістігінің ішінде. Содан кейін document new HTML document. Одан кейін document load HTML, яғни осы HTML-ді бізге осы ноды бойынша оқып берсін. Мысалы DOM бойынша. Жалпы сайттың өзінде біз JavaScript-пен қалай істейміз, соған негіз ұқсап қалады. Бұл енді Xnode деп атайды. Мысалы мына орындағы 464 деген табу үшін біз осылай таба саламыз. Оң жағын басып, мына жерде соның адресі бар. Coffee деген ішінде мына жерде XPath деген осы арқылы алуға болады. Бірақ біз олай істемейміз. Біз алдымен осылай осы HTML нодын алып аламыз. Алып алғаннан кейін біз енді сайттың құрылысына қарап көрейік. Сайттың құрылысына қарайтын болсақ, мына үлкен div-дің ішінде екен. Осы div-дің ішінде мынау тақырып екен. Осының ішінде жалпы үшке бөлініпті. Жаңағы расталғандар, жазылғандар және қайтыс болғандар деп. Енді біз алдымен осы үлкен жақтағы үшеуін алып алайық. Бірінші расталғандарды алайық. Онда var HTML node деп анықтап жазалық. HTML node расталған node деп жазалық. Сосын барып содан кейін барып біз осы document-дің ішінде document node деген негізі мынадағы bodyмен барабар. Осы body'ді білдіреді. Document node'ның ішінде select single node, яғни біз қазір тек қана бір нодын алуымыз керек. Мынаған баралық. Осыған барғаннан кейін мынау single node біз осы жерде осы классы бойынша алуымыз керек. Онда қалай жазамыз дегенде, екі тал көлденең сызық жазатын болсаңыз, содан кейін барып
Содан кейін барып біз div деп жазып керек. Яғни кез келген div деген мағынаны білдіреді. Осы body'дің ішінде кез келген div. Одан кейін орта жақша ашып, класс болғанда мына класс алдына белгісін қою керек. Тең дегеннен кейін біз мына бір нүктені қойып, осыны жазсақ болғаны. Енді біз осыны көріп, біз алдық па, алмадық па? Көру үшін біз тіке осы араға келе салсақ болды. Енді барып біз мына әдісті шақырамыз. Біз осы әдісті шақырамыз. Шақырғаннан кейін біз мына орынға кеп көрелік алдыменен. Мынаның қажеті қалмады. Дебагы келді. F10-ды басып бір жүрек, я болмаса мына арадағы бассақ та болады. Сосын келгеннен кейін қарасақ, бұл дұрыс келген, дұрыс тауған деген сөз. Енді онда бұны дұрыс тауып алса, енді не істейміз дегенде талдау жасаймыз. Егер осы расталған warp деп қояйық, бұл ең сырты warp ноуды nullға тең болмаса, онда не істейміз? Енді біз осының ішінен іздейміз. Осының ішінен мына 464 деген іздейік. Оған қарасақ, ол бір span екен, spanның ішінде мынандай екен. Онда енді біз осының ішінен select single node деп іздейміз. Осының ішіндегі бір span. Осының ішіндегі бір span. Осының ішіндегі span. Содан кейін бұда да ұқсас класс бойынша тең. Класс бойынша қарап көрейік. Міне класс бойынша қарасақ, мынаны бір дұрыс жазбаған. Мына жерде негізінде бос орын болмау керек. Мына бос орын жазып жатты. Біз бос орынмен көшіріп алып келдік. Енді бұны алғаннан кейін біз тағы да ұқсас HTML node. Содан кейін расталған. Енді расталған node деп жазалық. Енді бұны алғаннан кейін егер расталған node nullға тең болмаса, онда біз дұрыс алдық деген сөз. Онда дұрыс алсақ, қалай істейміз? Біз console write line. Расталған ноудың ішіндегі жаңағы inner текстін көрсетіп болған. Осының ішіндегі тексті. Енді олай жүргізіп көрейік. Дұрыс таппады, дұрыс таппаса, онда негізі мынаның алдына еке қойылады. Осының ішіндегі кез келген span деген сөз. Енді барып көрейік. 464 міне. Біз мына 464 дегенді алдық. Енді осыдан кейін барып, осының ішіндегі мынаны алуымыз керек. Жаңағы қалалардың тізімін алуымыз керек. Қалалардың тізімі ол CDCO деген ішіндегі. Онда жалғасты. HTML жоқ, біз алдыменен расталған warper node select nodes болады бұл кезде. Өйткені бірнеше қайтарады. Жоқ, алдыменен select single node деп біз сыртындағы нодын тауып алуымыз керек. Бұл бір div болатын. Div. Содан кейін осының ішіндегі классы тең. Класс бұл класс осы программаның ішінде бөлекше аты бар, сондықтан алдына әт белгісін қояды. Айғолақ белгісін қояды. Сондықтан бұлай жаздық. Бұл select single node. Жалпы біз қазір мынаның сыртындағы осылардың сыртындағы div-ді іздеп отырмыз. Осы div-ді іздеп отырмыз. Енді барып біз бұлда бір HTML ноуды қайтарады.
Бұда ұқсас cd warp node деп қоршалған нод. Бұл егер осы кезде null болмаса, онда біз дұрыс таптық деген сөз. Дұрыс таптық деген сөз. Одан кейін бар біз енді қазір мына жерде алдына екі белгі қоймай жазуға болады. Себебі біз мынаның ішіндегі тіке баласын іздеп отырмыз. Мынаның ішіндегі тіке осының баласы. Сондықтан солай жазуға болады. Енді мына тауып алғаннан кейін біз осының ішіндегі div-ларды іздеуіміз керек. Select nodes бар ол кезде өйткені көп қайтару керек. Div select nodes div қайтаруымыз керек. Бұл неге қайтарады дегенде, бұл HTML node collection қайтарады деген. HTML node collection. HTML node collection. Сосын бұны біз cd node nodes деп жазалдық. Енді бұны алып алғаннан кейін for each арқылы var node in cd nodes қаралардың ішіндегі шығарымыз керек. Содан кейін console write line node, содан кейін бұның ішіндегі индер текстін көрсетсек болған. Енді біз көрейік. Міне біз ойлағандай 464 келді, 202.93. Бірақ қаралардың аты сұрау белгісі болып тұр. Оның ешқандай оқасы жоқ, өйткені біз мынау кіріссен танымай тұр. Қазір оны елемек, енді біз мына жалғасын табайық. Жалғасын табу үшін дәл осының өзін бір рет көшіреміз. Көшіргеннен кейін бұлар жазылғандар екен. Онда мына жерде өзгертеміз. Жазылғандар warp node. Онда бұның сыртқы аты не екен көрейік. Жаңа мына үшке бөлінеді дегенбіз міне. Осының ішіндегі мына біреу екен. Онда осыны жазамыз. Одан кейін осы null болмаса, онда соның ішіндегі қайсы екен көрейік. Біз енді мына 29 таппақшымыз. 29-дың сыртында мынау екен, мына div екен бұл. Негізі өте қалаймақан жазған. Оның ішінде екі спан. Мыналарда бір заңдылық жоқ. Сондықтан біз мына бойынша алалық. Бұл бір div екен. Содан кейін бұл жазылғандар. Жазылғандар деп жазалық. Жазылғандар ноды. Сосын бұл егер null болмаса, онда бұл жаңағы ұқсамайды. Жаңағы ол тіке спанның ішінде болатын. Мына спанда класс бар болатын да. Ал енді мынада спанда класс жоқ, сыртындағы div-да класс бар екен. Онда біз қазір мынаны тауып алдық дейік. Осыны тауып алған соң осының ішіндегі екінші спан. Онда оны қалай жазамыз дегенде, бірінші осы null болмау керек. Мынаны дұрыс тауып алған болуымыз керек. Одан кейін екінші әрі осының ішіндегі select nodes дегенге span деп жазамыз. Осының ішіндегі спандардың саны count тең 2 болу керек. Саны 2 болу керек. Сол кезде барып біз осыны көшіріп, осының ішіндегі индексі 1 болған. Яғни екінші спанның ішіндегі текст көрсетуге болады деген сөз. Одан кейін астындағысын көріп, астындағыста жазылғандар. Осының ішінде енді бұл енді бұның классының аты ұқсас екен, онда бұл арада ештеңе өзгертпейміз. Ұқсас болса, бірақ мына жерде сөзсіз мына жазылғандардың ноды келу керек екен, қалған ұқсас. Енді бұл екеуінің ортасында айырмашылық болсын. Console write line деп біз мынандай бір белгі сап кетейік қазірге.
29-ды алыпты, бірақ қалаларды ала алмапты. Онда қалаларды неге ала алмады дегенде cd single node біз көрейік, бұны тағы да ұқсамайтын шығар. Бірінші бәсе, мынаның ішіндегі мына title now дегеннің ішіне апарып мынаны жазған. Жалпы мына программыз өте нашар екен. Select single node. Сосын барып болғанда ұқсас div. Жоқ, мұнараға тіке жазуға болады негізі. Яғни, осының ішіндегі бір div-дің ішіндегі деген былай жазамыз. Бірақ мұнаған класын бере кетейік. Add class тең. Сосын барып бұның класы жаңағы title cow деген. Енді барып осылай шығу керек. Енді барып көрейік. Енді таппаса, онда біз мұнараға көрейік осы кезде не істе деген. F10-ды басып жүреміз, мына бір жүрдік, қарасақ, бұны таппапты. Яғни жазылғандары ноды дегеннің ішінен біз жазылғандар ноды мұнаны қате жазып отыр екенбіз біз. Негізі артқа шегінейік. Негізі біз мұнаны жазуымыз керек. Жазылғандар нодын жазып кеттік. Біз мына үстіндегі барып, яғни сыртқы қоршаудың ішіне іздеуіміз керек. Сыртқы div-дің ішіне іздеуіміз керек. Сондықтан енді барып көрейік. Енді барып бір жүрек, міне. Жүрсек, міне, тауып алды. Енді барып мынаны астыға түсеміз. Жүрісті салық. Міне біздің ойлағандай 16-3 деген жерде қаланың аты келіп тұр. Мына екеуінді алдық. Енді мына үшіншісін алалық. Үшіншісін алу үшін және де мынаны бір көшірелік. Сосын жапсыралық. Одан кейін барып, біз мына енді бұл жерге қайтыс болғандар деп жазалық. Содан кейін енді мынаған сыртқы div-ді аламыз, жаңағы секілді. Осыны алдық. Енді барып бұл null болмаған кезде осының ішіндегі select single node мұнан алуымыз керекпіз. Яғни бұда да ұқсас, тағы да қалай маған. Мұна div-дің ішінде тағы бір div жазып, оның ішіне апарып expand жазған. Жалпы бұны жазған программисіміз өте нашар екен. Осы div-ді жазамыз. Одан кейін барып осы егер null болмаса, онда осының ішінде тағы бір div бар екен бұла. Осының ішінде select node, select single node. Бұның ішінде бір div бар екен. Ол div-дің класы бар ма? Класы жоқ. Міне, көрейік. Бұл div-дің класы жоқ екен. Онда біз өстіп іздегенде бір div бар болса, бұдан кейін өстіп іздегенде бұл div nullға тең болмаса, онда бар деген сөз. Онда бар болса, осының ішінен жалғасты. Мына expand іздейміз. Осы expandның county 2-ке тең болса, онда тауып алды деген сөз. Онда барып біз осы ішіндегі текст көрсетсек болған. Екінші spanның ішіндегі текст көрсетеміз. Ал енді одан кейін астында қалаларды қалай жазыпты. Енді бұл жолы шатаспапты, біріншісімен ұқсас екен онда. Бұл жолы мынаумен ұқсас екен. Жоқ, мынаумен ұқсас. Яғни жаңағы үшінші қоршаудың ішінде cd
cd code деген жазыпты. Міне, біріншісі мынау жазылып, қазіргі белгілі болғандар, одан кейін жазылып шыққандар екеу екен бұл жерде. Жоқ, мынау жазылып шыққандар екеу, қалалардың саны және қалалар және саны екен. 16-13. Одан кейін мына жерде үшіншісі қате шығыпты. Мынаны қой дұрыс алыптық. Енді мынау қате шығыпты. Онда біз көрелік. Одан неден кетті дегенде. Біз мынаны тіке жазбадық. Мына warp'ты жазуымыз керек. Жаңа тіке көшіріп әкеле саламыз. Енді барып жүргізіп көрейік. Міне, енді дұрыс болды. Қазір барлығын ала алдық. Енді алғаннан кейін негізі біз бұлай консолға шығармаймыз. Біз бір модель алып шығуымыз керек. Сондықтан енді бір осы жерге бір фолдер қойайық, сосын модуль деп жазалық. Енді бұл модульдің ішіне не жазамыз дегенде, бірінші жазатынымыз ең кішкенесінен алып айтқанда мына қалалар. Мына қалаларды жазуымыз керек. Онда біз қазақша жазайық, қала модуль деп жазалық. Содан кейін public сөзсіз сырттан көре алу керек. Сосын барып public string get set. Сосын атын жазуымыз керек. Соның аты қала аты делік. Get set. Содан кейін public int. Бұл кезде саны get set. Енді бұл қалалардың моделін алып алдық. Енді біз жалпы мынаны үшке бөлдік. Үшке бөлгенде соның ішіндегі әрқайсысында бір сан бар деген сөз. Онда біз тағы бір модуль құрамыз. Онда ол үш үлкен топқа бөлген. Онда біз топ модуль деп жазалық. Топ модуль. Бұл ағылшынша емес, енді қазақша үш үлкен топқа бөлген. Жазылғандар, жаңағы белгілі болғандар деген сияқты. Сондықтан осы үш үлкен топ. Ол әрқайсы үш үлкен топтың ішінде біреуінде public int жалпы саны болады. Get set. Одан кейін не болады деген кезде соның ішінде әрқайсында қалалар бойынша. Онда list болады. Қала модуль. Сосын бар қалалар дейсілақ болды. Get set. Біздің қазақшаға әдемі түседі. CDs деген сияқты қалалар деп. Енді үш үлкен топты жеке-жеке сақтап алғаннан кейін барлығын бір модульға сақтауға болады. Жалпы бізде бір ақпарат деген енді. Ақпарат модуль. Ақпарат модуль деп жазып аламыз. Ол ақпарат модульда public ұқсас. Одан кейін бұның ішінде не болады дегенде, жаңағы public бұл топ модуль болады. Бұның түрі топ модуль. Жаңағы біріншісі расталғандар дейді. Расталған get set. Одан кейін public тағы да топ модуль. Енді барып жаңағы жазылған get set. Одан кейін барып public топ модуль. Қайтыс болған get set. Біз осылай жазып алғаннан кейін енді біз жаңағы мына ненің ішіне баруымыз керек. Бұл енді бізге ең соңында void емес, бізге мына ақпаратты қайтару керек.
бұл ақпарат модульді қайтару керек. Қайтарғаннан кейін біз осы бастыра салған кезде ақпарат модуль, ақпарат new. Я болмаса бұл арада жазбай қойылық. Біз әр жолы мына арада жазалық. Біріншісі жаңағы топ деген топ модуль. Біріншісі расталған. Сосын бұл тең new расталған болады. Енді расталғанның ішіндегі не толтырамыз дегенде? Ішіндегілерге не толтырамыз дегенде, бұл расталған мына жерге келген кезде расталған егер онда мына жерге бұны INT-ге айналдырып, әрі INT try parse, яғни мынаны INT-ге айналдырып көру керек. Сол кезде егер сәтті айналса out INT count деп бізге қайтарып берсін. Онда мынадан сәтті INT-ге айналатын болса, онда біз мынаны сақтап алуымыз керек. Жалпы саны дегенге сақтап алуымыз керек. Міне жалпы саны дегенге сақтап алдық. Одан кейін бар, енді мына қалаларды сақтауымыз керек. Қалаларды сақтаған кезде егер осыдан сәтті келетін болса, мына inner text біз қарап көрек. Ортасын мынау арқылы бөлген, қаламенен ортасын бөлген. Онда осы сәтті келетін болса, онда біз егер деп жазамыз. Егер осы split, яғни мынаған бөлген кезде осының ұзындығы 2-ге тең болса, онда дұрыс болды деген сөз. Онда дұрыс келген деген сөз. Онда бар біз жаңағы расталған дегенге, мына жерге келгеннен кейін біз бұның қала деген қайда жалпы саны топқа баралық. Мұнан алдында паблик жазылмай кетіпті. Біз пабликті қосалық. Қосқаннан кейін жаңа қайта келеміз. Осы жерде алдыменен сөз мына қалалар дегенді new, сосын барып мына жерде сөзсіз мына көріп ме? Осы менен ұқсас болу керек. Ал енді мынау қала деген паблик екен, онда дұрыс. Онда new, содан кейін барып қалалар. New list. Листті пайдалану үшін біз алтқа интерді басамыз. Сосын мынаны әкеліміз керек. Одан кейін қалалар модуль деп қойымыз керек. Енді барып мынадан сәтті болатын болса, онда осы кезде added дейміз. Added new, бұл кезде қала модуль. Енді барып мына жерде бірінші қаланың аты. Қаланың аты неге тең деген кезде, мынаның осылай сприт қылған кезде осының біріншісіне тең, яғни индексі 0 болғанға тең. Содан кейін қала саны неге тең дегенде осының екіншісіне тең, яғни біз мына жерге INT try parse тағы да жазып көрек. Try parse егер осының біріншісіне, яғни мынаны бөліп алғанда біріншісі сәтті түрде INT-ға айналатын болса, онда out INT саны демесе болмаса count деп жазамыз. Мына count cd деп жазып тұрақ. Өйткені ана жақта пайдаланып кеткен. Егер осындай болса count cd, болмаса 0 дей салдық. Осылай жазуға болады. Яғни осыны INT-ға айналдырып көреміз. Сәтті болса соны көрсету керек, сәтсіз болса басқалай деген сөз.
Енді барып жаңағы қалғандарда ұқсас. Мынау расталған. Енді барып мына жерде мынаның қажет жоқ. Осының астына расталғаннан кейін жазылғандар. Онда жазылғандарда ұқсас. Жаңағы мынаны көшіріп әкеле салып. Тағы осыны көшіріп әкеп. Мына жерге жапсырып тұралық та. Оның бәрі бір өзіміз жазғанымыз дұрыс екен. Ұқсас, онда мына жерге әрі мынаны INT-ға айналдырып көреміз. INT try parse. Яғни try parse, сосын out INT. Сосын бар count делік. Содан кейін мынаның ішіндегі inner текст болу керек. Содан кейін барып біз жаңағымен ұқсас, мына жазылған дегеннің ішіне жазылған, осының ішіндегі жазылған саны, жалпы саны деген қате жазып кеттік. Онда қалам топ модулға барамыз. Мына жерде жалпы саны дегенді санды деп жазып кеттік. Сосын барып мына жерге қайтадан жалпы саны неге тең дегенде мына жерде countқа тең. Осылай жаза береміз. Енді мына астындағысы енді мүлдем ұқсас. Мынаны алып келеміз. Содан кейін осы араға жапсырамыз. Одан кейінгісі ұқсас, бірақ мына жерде бізде расталған емес. Бізге керегі жазылғандар. Одан кейін сөзсіз ескеруге тиістісі, мына жазылғандардың ішіндегі қалалар қайтадан бір рет new қылу керек. Өйткені мынаған біз қазір әдіді деп қосу үшін осылай жазуымыз керек. Ал үшіншісі, мына жерде мынаның қажет жоқ дедік. Енді барып мына қайтыс болғандарды былай жазамыз. Ал одан кейін барып мына жерде ұқсас тағы да талдау жасаймыз. Әрі егер INT try parse мынаны осыны бір ағылады екенбіз. Осыны сәйкестендіріп көреміз. Егер сәтті түрде INT-ға айналса, онда out INT count деп аламыз да. Содан кейін бар осының ішіндегі жалпы санына осы count деп жазсақ болған. Жалпы санды count жазамыз. Енді барып мынауда тағы да ұқсас. Егер осыған тең болса, онда деп жасамыз осыны ұқсас. Бірақ мына жерде жазылған емес, мынаны әкелеміз. Енді барып ең соңында, осы әдістің ең соңында return new біз жалпы ақпарат модул дегенге жаңа жоғарыдағыларды қайтарып берсек болған. Біріншісі расталғандар, онда расталған деген модуль жасақ болған. Расталған, сосын жазылған, одан кейін қайтыс болған деп жазсақ болды. Енді осыны жазғаннан кейін ең соңында біз осыларды көрсетіп береміз. Енді мен мынаны осылай жазғандағы себеп бұны бір халпер қылып алып шығу. Өйткені біз бұны осы консолда істетпейміз, оны сайтқа қою керек. Сондықтан бұны бір халпер қылып алып шығуымыз керек. Бұл көмекші халпер болады. Яғни COVID 2019 халпер info дейік та, сосын халпер ақпарат сосын бар біз мынаған public. Енді біз жаңағы мына программ ішіндегі деген екі әдісті осының ішіне алып келсек болғаны. Осы екі әдісті осының ішіне алып келдік.
Мынау неге қайда кеткен? Енді барып жазамыз осы жерге. Жазғаннан кейін мыналарға пайдалану үшін мынаны қосамыз. Мынаға пайдалану үшін мынаны қосамыз. Содан кейін мына жалпы саны бұл жерде жаңа қате жазылып кеткен. Жалпы саны. Енді болғаннан кейін мына HTTP клиент болғанда ұқсас мынаны қосамыз. Қосқаннан кейін мынаған да ұқсас аттар кеңістігін қосамыз. Содан кейін мынаның сырттан пайдалануға қажет жоқ, private дей салайық болды. Тек қана осының ішінде пайдалансын. Енді барып біз мына жерде пайдаланған кезде жаңағы мына COVID helper сосын нүкте деп жазсақ болған. Осы ақпаратты қайтарады. Бұл ақпарат жаңағы ақпарат модул деген модул десе ақпарат дей салайық, ақпарат. Енді біз осылай пайдалана береміз. Мына helper жазып алдық. Енді бұны біз бұл арада пайдаланбай, мен өзіміздің жасаған сайтта пайдаланайын. Міне сайтымды ашып алдым. Ашып алғаннан кейін енді жаңағы project'in ішіндегі көшірейік. Осының ішінде мына модулдың ішіндегі 3 классты көшіріп алалық. Бұны көшіріп әкеп, мына модул деген осының ішінде мына view модулдың ішінде жапсырамыз. Жапсырғаннан кейін мына жерде мынаның аттар кеңістігі ұқсамайды, яғни мынау менде басқаша. Екеуі өзгертілді, мынаны да өзгертеміз. Осы аттар кеңістігін сөз өзгертуіміз керек. Одан кейін мына класс, бұны да көшіріп алайық. Міне мына классты көшірдік. Бұны алып барып жаңағы сайтымызда мына common деген ішіне. Өйткені helper'дың бәрі осы жерде тұрады. Бұған да ұқсас аттар кеңістігін өзгертеміз. Аттар кеңістігін өзгертеміз. Енді мыналар табалмайтын себеп біз жаңағы модулдарды қосуымыз керек. Міне енді бәрін тапты деген сөз. Енді дұрыс болды. Енді барып мен сайтымда қалай қолданам дегенде, мысалы менде мынадай сайт бар. Сайтта бір action жазайық. Public action result. Сосын info деп жазалық. Болмаса COVID info дей салалық. Адрес қысқарақ болсын. Одан кейін не істейміз дегенде жаңағы common дегеннің ішінде жаңа жазған helper'ымыз бар. COVID 2019 info helper. Сосын барып get info. Енді барып мынаның адресін жазамыз. Сілтеме осыны жаздық. Жазғаннан кейін бұл бізге бір модул қайтарып береді, яғни ақпарат модул. Ақпарат модул қайтарады. Содан кейін бұған модул десек болған. Болмаса ақпарат. Ақпарат. Енді return JSON. JSON қайтара салайық. Өйткені мен бұдан осыны алып алғаннан кейін, осыны апарып сіз өзіңіздің базаңызға сақтасаңыз да болады. Болмаса тіке API жазып, API-да осы JSON қайтарсаңыз да болады. Болмаса сайт жасап, сайтқа қосуға да болады. Жалпы осыны алып алғаннан кейін сіз кез келген ойыңыздағы бойынша істей аласыз. Енді біз мынаны қозғалтып көрейік. Мынаны алып тастасақ болғаны. Алып тастағаннан кейін барып біз қайтадан бір рет build қылып көрейік.
мынаның артында бір жақша қалып қапты. Енді барып тағы да билдіп көрелік. Біз жаңа ең соңында мынаны жазған кезде, осы арада бір жақша кем болып қалған. Енді барып біз жүргізіп көрелік. Енді міне ашылды. Ашылғаннан кейін біз жаңағы info деген жерге кіріп көрелік. Info біз мұнда алдына кези деп жазуымыз керек. Біз көрелік home info. Осы араға келді ма? Көрелік. Онда мынаған толық адресін жазып керек. Home, сосын барып info деп жазалық. Әміне енді дұрыс келді. Келгеннен кейін жүргізте салалық. Мына арада қателік бар дейді. Біз көрелік, не қателік бар екен. Мына арада null болып қалды дейді. Яғни біз мына қалалар дегенге осыны пайдаланудан бұрын бір рет new қылуымыз керек. Жаңа айтып өткенбіз, мына үшіншісіне келген кезде біз new қылмай кеткенбіз. New осылай болу керек. Сонда барып біз мына added деген пайдаланамыз. Енді барып қозғалтып көрейік. Kezi home сосын info. Тіке осыған кірсін. Міне. Бізге қалалардың саны, жалпы саны, сосын қалалар бәрін алып отыр. Енді бұны алғаннан кейін саны тең 0 дейді. Міне 500 дейді, жалпы саны 500 дейді, жазылған 29, 4 дейді. Одан кейін қалалардан қаланың аты келген, саны келген. Мына жерде саны 0 деп тұр, онда мына жерде бір қателік бар болуы мүмкін. Біз мынадағы бойынша көрейік. Қарайтын болсақ, жалпы біз біздің мына сызығымыз қандай екен? Бізде мынадай болады екен. Осылай болады екен. Енді барып көрсек болады. Kezi home info. Енді дұрыс таптым. Мына жерде қалалардың саны 23 дейді, 29. Мына жерде 19, 7 деген секілді. Негізі дұрыс тапты деуге болады. Міне мыналарды ұқсас. Саны жалпы саны 0. Сондықтан мыналардың бәрінде ұқсас. Біз жаңа біреуін ғана өзгерттік. Біз енді мына жердегі сплиттің бәрін осыған өзгеріп шығуымыз керек. Сонда барлығы дұрыс болады. Біз мына бөлетін қате жазып кеттік. Енді барып бір рет көрейік. Барлығы өзгеріп шыққаннан кейін сплиттің. Енді дұрыс болды, саны бәрі дұрыс тұр. Енді мынаған қараса қазір түсініксіздеу, сондықтан біз былай істедік. Біз жаңағы осының басқа бетіне кірелік. Негізі API-ларды болсын, егер осы беттің өзінде көрінсе, ондай қателік шықпайды. Ал енді API арқылы
оқитын болсақ, мысалы былай post біздікі қазіргі get, содан кейін осы беттің өзіндегі, одан кейін function data, одан кейін барып біздің жерге console write line дейміз. Console log, мен әлі C#-тан шығамай жүр екенмін. Содан кейін барып мына жерге датаны шығарсақ болды. Одан кейін бұл аяқтасады. Енді барып көрейік міне. Бізге міне бәрін көрсетіп отыр міне. Қаладағылардың бәрін міне. Енді осымен салыстырып көрсеңіз болады. Жалпы мынаның алдындағы бостық, бұны жоғалту өте оңай. Оны да жоғалтып қояйын. Мысалы, мыналарды алғаннан кейін мұны түшейім дейсақ болды. Енді көрік. Енді барып жаңағы jQuery арқылы алып көріп міне. Енді қарасаңыз міне ап-анық тұр. Расталған, жазылған, қайтыс болған міне 4 жалпы саны және ішіндегі. Ал енді ішін ашып көретін болсаңыз міне. Жалпы саны 500, қайсы Нұрсұлтаннан қанша міне. Бәрі анық тұр. Міне 4-4 қайсы қаладан қанша бәрі анық тұр. Енді біз бұл сабақ енді ешқандай дайындықсыз өтілді. Біз жалпы ең маңыздысы жаңағы қалпырды жазып алу көмекші. Осы қалпырды жазып алғаннан кейін осы болса, қалған ішіндегі сандық мәліметтер болса, осының ішіндегі сандық мәліметтер болғаннан кейін сіз өзіңіз қалай көрсетесіз, қалай әдемілейсіз, ол өзіңізге байланысты. Ал енді мынау арқылы API жазуға да болады осы секілді. Енді мынау қазіргісі API емес. API жазуды бұл сабақта айтпай қойын. Жалпы ең маңыздысы сайттың API-сіз сайттың ішіндегі материалды қалай алу. Біздің мына сайтымыздың ішіндегі ақпараттарды сайттың API жоқ болса алу туралы. Енді оны албағаннан кейін сіз қаншалықты әдемі жасайсыз, ол сіздің дизайнеріңізге байланысты. Енді мына жазған жаңағы қалпыр қажет етсеңіздер, онда маған хабарлассаңыздар, мен сіздерге жолдап беремін. C# тілімен жасалған сайт болса өте оңай. Мен WhatsApp-ым 8-703-142-857. Осы WhatsApp-қа хабарлассаңыздар болды. Осы WhatsApp-қа хабарлассаңыздар, мен сіздерге мына сайттың API-ін беремін. Сайт болғанда сайттың қалпырды жолдап беремін.